Ассалаумағалейкум. Мінеки тиктоктағы видеода көрген мынау қой ұстайтын таяқ қой. Қараңыздар. Көрді? Иә. Рахмет. Бұл деген обычный мінеки мындай рогатка сияқты таяқ. Мына жерде мінеки осылай ұстайсыздар. Мына қысылып қалады, аяғы. Осылай қысылып қалады. Картинкаларда нелерде көрсеңіздер, өзі осындай таяқпен жүреді ғой қойшылары. Осындай просто мындай бір таяқты жалғадық. Мінеки сосын мынандай сыммен ұзарттық та оны. Ұзындығы примерно мінеки 1 метр, 2 метр, ұзындығы 2 метр. Өздеріңіз білесіз ғой ұзындығын қанша көтерсеңіз. Мінеки осындай бір аша тауып аласыздар. И соны қолдана бересіздер. Жаңағыдай рахат енді. Осылай айдап жүресің да. Ұстап қаласың аяғына. И тартасың ғой осылай. Аяғын сындырады дегендерге аяғын сындырмайды негізі. Өйткені бұлай осымен біз талай ұстап жүрміз ғой. Мысалы сіз далада қамамаған жерде, мысалы кең жерде қойды ұстайтын болсаңыз, осындай таяқ таптырмайтын істеп алып, ұзын қылып алсаңыз, осымен ұстайсыздар. Өте жақсы нәрсе жаңағыдай. Сіз қамап жүрмейсіз, ұзынырақ қылып істесеңіз, мысалы 3 метр қылып сондай қылып істесеңіз, тіпті жақсы болады. 2 метр қысқарақ негізі. 3 метр қылып істесеңіздер, сол жақсы болады. Лайк басыңыздар міндетті түрде. Комментарий қалдырыңыздар, қалай деп ойлайсыздар. Басқа видеоларымды да қарап кетіңіздер. Осындай пайдалы ақпаратпен бөлісіп отырам. Рахмет, сау болыңыздар.